Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен бірге келі YouTube арнасы. Қалайсыңдар достар? Короче, видеоның тақырыбында көріп тұрғандарындай біздер бүгін Дукамен тек дальний оружиемен топ ала аламыз ба деген видео түсірейін деп жатырмыз. Короче, видеода бір-екі қателіктер болды, оны кешіресіздер деген ойдамын. Достар, короче, былай болды бізде. Менде Discord арқылы сөйлесіп отырдық, Дука екеуміз. Міне сол жақта шығып тұрған шығар, сіздерге көрініп те тұрған шығар. Былай, короче, сол жақта менде Дукамен сөйлесіп отырдым, и барам да кнопка басылады менде, и короче оның дауысы естіліп жатыр деп ойлаптым да видеоны дальше түсіре бердім. Сөйтсем дауыс жазылмай, дым ештеңе істелмей, екеуміз бір бірімізді естіп отырмыз, бірақ сөйлеп отырмыз. Ол қызықты әзілдерін айтып отыр, Дука есе видеоны қызықтырып отыр, бірақ есе короче ана Дуканы өзі сенбесеңдер іздеп көріңдер, сенбейтіндер болса комментарийға іздеп көріңдер деп жатқанмын ғой. И қызықты қылып түсіріп жатқанбыз, и осы жерде Дука айтады, көк төрге түсіп анау мынау деген әзілдерін айтып жатты. Просто мен видеоны тупо қайтадан көру ойыма келмеген ғой. Тұра тұр, Дука қайтадан көрейінші, видео түсіріп жатырмын ба, түсіріп жатқан жоқ па, дауыс жазылып жатыр ма деп қараудың орнына тупо дәл солай жалғастырып түсіре бердім. Мен тупой таза ойламаппын. Достар, короче, бұл видео нормально шықты деп ойлаймын. Біз топ 1 ала алдық па, ала алмадық па, видеоны до конца қарап, лайктарыңызды басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де достар, айтпақшы да, менде, короче, біраз белестерді бағындырамыз. Так что смело лайктарыңызды басып, арна қолдап, мені қолдап, дальше комментарий жазуларыңызды ұмытпаңыздар. Бізде комментарий деген бөлім тегін ғой достар. Комментарийда, лайкта тегін. Бір-бірімізді қолдамасақ, басқа біреу кеп бізді қолдамайды. Так что смело барлықтарыңыз қолдап, қазақты қолдамағанда кім қолдайды деген сияқты ғой. Бір-бірімізді қолдап кішкене сондай нәрселерді істеп, қиын емес қой, былай қарап тұрсаң, лайкта, комментарийда қиын емес нәрсе. Сондықтан барлықтарымыз лайктарыңыз бен комментарийларыңызды аямай жазып, прям топовый видеочек, короче, видео күтіңдер. Осындай керемет видео түсіреміз. Осы жерде Дука басына беріп жүрген, мен ататырмын, аттешке кетпейді. Еще менде бір оружиемен ойнап жатырмын. Дукада бір оружие, АВМ, терестен өтетін. Автоприцел болғандықтан мына жерде алынып кетіп жатыр заттар. Дукада бір оружие, осы жерде екі оружие алынып кетті деді Гроза. Ол жетон охотникін ашып алған болатын, и сол жерде алынып кеткен болатын. Осылай катканың соңына дейін қарап тұрсаңдар, ол жерде бір-екі әзілдер, короче, дауыс жазылмай қалған болатын. Сондықтан ренжімеңіз дым достар. Келесі видеода обязательно аканы тастадым, АК керек маған деді, берші деп аканы тастадым мен. Сөйтіп, короче, келесі видеода Дукамен әдемілеп түсіретін боламын. Так что лайктарыңызды басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар достар. Сіздерден лайк болса, мен де сіздерден қолдау күтіп, керемет жаңалықтарды бөлісетін боламын. Ал бізде аккаунттың жеңімпазы, короче, қашан шығады деп жатқандар болса, скоро, жақын арада шығады. Оны күтіңіздер, өйткені менде уақыт болмай жатыр андай аккаунттың жеңімпазын шығаруға. Оны стрим арқылы анықтасам екен, или как обычно анықтап сіздерге видео ретінде жіберсем екен. Соны комментарий жазуды ұмытпаңыздар достар. Дальше видеоны түсіріп тастаймыз. Біздер керемет видеоларды жалғастырамыз, до конца түсіреміз достар. Смело. Енді осы арнаны сатпай, до конца жалғастырамын боламын. Так что лайктарыңызды басып, арнаны жазуды ұмытпаңыздар. Қайта-қайта айта беремін достар сіздер үшін. Лайк енді тегін, так что лайктарыңызды басыңыздар. Және де күнделікті немесе аптасына бір рет стрим жасап отырам. Сондықтан каналдың подписация бөлімінің жанында уведомлениені қосып қойыңыздар. Подписация деген кнопканы басуды ұмытпаңыздар. Біздер жақында 10 подписчикке жетерміз деген ойдам. Так что әр подписчик қолдауларыңыз керек. Так, осылай. Менде пистолет алынып кеткен болатын. Дукан өкінішті дауыс естілмей қалғанша видеоға. Менде дауыс естілмей қалған негізі, бірақ короче мен мына видеоны ауызшка жасап түсіріп отырмын. Короче, мына жерде Дука өлең айтып берген болатын. Мен отырмын Кадиллакта деп қой, в общем, әдемі деп өлең айтып берген. Как көресіңдер деп қойған, білмейсіңдер еще. И вышкада адам бар деді. То есть осы жақта фабрикада адам бар деді, қызыл жанды өйткені картада. Мен сөйтсем мына жақта айналып жүрсем, сол жағында школаның жағында жүр екен ғой адам. Өйстіп жүгіріп келдім, адамды көрдім, атчашкасын басына пак-пак етіп бердім. Дука барды, тық етіп мыжып кетті.
осылай кереметтер мотивация деп қойып міне қазір дуканың осы жерде бір кереметтей машинаға отырып алып екеуміз ту жестко сәттер кеткен болатын. Мен де упордадам, бірақ менде дальний оружие. Өліп қалам ба деп осы кезде жаман шошып кеттім, еба. Прям жаман шошып кеттім. Дукаға айттым, тез маған көмектес дедім. Так, 26-қтың дедім. Дукада екеуім ближний болды ма, білмеймін. АК болды, дұрыс. Колтердің сол жағынан келді уже адам, көріп тұрмын. Упорында. Ода М5 зажим. Ода мін бір оружие ғой, қолдарында көріп тұрған андай нейтін через стенка ататын оружиемен жүрмін. Сенбейтіндер болса сендірдім да. Кеттік ал. Біз өзінше болып, адам іздеп жүргенбіз, сөйтіп мына жерде біздің тағдырымыз шешіліп кетейін деп. Өйткені сразу рашқа кіріп кеттік, екеуі екі команда, ананы атып жатыр. Екеуі екі команда екен, сан білмедім мен. Дука жатқызды. Дука давай бірге бір атып жатыр, еще да дальний. Бірақ ол АБМ тасып екен, білесіңдер ғой. Мен оған көтеріп ал дедім. Ал достар, біз топ 1 ала алмадық, топ 10 алдық, челлендж орындалмады, бірақ бұл видео шығады. Достар, ұнаса лайктарыңызды басып арна жазуды ұмытпаңыздар. Давайте, сіздермен болған келли Дука.